Баршаға сәлем, менің есімім Асем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгінгі видеода осындай кішкентай ғана мини кроссбоди сумкасын тоқуды үйренетін боламыз. Сумканың клапаны осындай зефирка узорымен тоқылған. Өте қарапайым, оңай тоқылатын сумкалардың бірі. Кішкентай болғанымен іші өте сыйымды. Жаны осындай. Видеоны соңына дейін қарап, кез келген образдың сәнін ашатын осындай әдемі сумка тоқуды үйреніңіздер. Ал баршаңызға сәттілік. Алдымен бізге керекті заттармен танысып болайық. Трикотажный жіп керек. Бұл сумканы тоқу үшін бізге бір моток жіп жетеді. Менде алтын нитка, цвет зефир, бір мотокта 300 грамм бар и 100 метр. Қалыңдығы 7-9 мм. Одан кейін бізге основной тоқуға номер 6 крючок. Көмекші ретінде кончиктарды жасыру үшін номер 4. Кез келген кіші крючок жарайды. Және осындай ашылатын 2 кольцо керек. Кез келген портфельный замок. Және осындай цепочка керек карабинмен. И қайша. Алдымен жібімізді осылай ағытып жұмысқа дайындап аламыз. И созып отырып тоқимыз. Міне кішкене созып жібімізді жұмысқа дайындап аламыз. Кішкентай кончик қалдырып узелок жасаймыз. 18 воздушный петля тереміз. Он 18 воздушный петля теріп алдық. Енді бірінші қатарымызды тоқимыз. Біріншіні қалдырамыз. Екінші косичканың артқы жағындағы полупетлядан алып тоқимыз. Столбик без накида. Қасындағысынан екінші столбик без накида тоқимыз. Енді бір воздушный петля. Мына воздушный петлялардың біреуін қалдырамыз. Міне, келесі, осыны қалдырамыз. Одан кейінгісінен столбик без накида тоқимыз. Бір воздушный петля. Астынан бір петля қалдырамыз. Келесінен столбик без накида тоқимыз. Воздушный петля. Төменгі жақтан біреу қалдырамыз. Келесінен столбик без накида тоқимыз. Міне, бірінші қатарымыздың узоры шығып жатыр. Бұл бізде дайындық қатары. Узор деп те айтуға болмайды. Бір воздушный петля, астынан бір петля қалдырамыз. Келесінен столбик без накида. Бір воздушный петля, біреу қалдырамыз. Келесінен столбик без накида. Воздушная петля. Міне, мынаны қалдырамыз. Келесінен тоқимыз. Столбик без накида. Бір воздушная петля. Енді бізде мына жерде үшеу қалды, біреуін қалдырамыз. Келесінен тоқимыз. И қасындағысынан тағы да столбик без накида тоқимыз. Өйткені біз басында сразу 2 столбик тоқыдық. Соңында да 2 столбик қатар тоқимыз. Қалғандарының араларында бір воздушный петлядан бар. Енді 2 столбик без накида көтерілеміз. Екінші қатарды тоқымас бұрын мына кончигімізді жоғарыға алып шығамыз. Міне, мынау столбиктің ішінен кіргіздім. Кончикті жоғарыға алып шығамыз. Қазір қосып тоқып кетеміз. Енді мына бізде бірінші арка, мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арка шықты общий. Осының біріншісінен міне столбик без накида тоқимыз. Енді мұқият қараңыздар. Мынау жіптің екі жағы екі түрлі, мынау ішкі жағы міне ашылады былай. Кесілген, мына бір жаны. Осыны ұстап отырып тоқимыз енді. Міне, мынау біздің
кесілген жағы сыртқа қарап тұру керек. Мынау крючокқа былай алған кезде уже ішке кетті, иә. Міне, осыған мұқият қараңыздар. Міне, накид аламыз. Уже мынау жібім айналып ішке қарай кетті. Мынау қатардағы міне бірінші столбиктан өткіземін. И мына жібімді алып шығамын. Бұл бізде длинный болады қазір, міне. Ұзын столбик кетті, міне. Мынау кесілген жағының бәрі іш жағында қалып кету керек, міне. Тағы да накид аламын. Дәл сол жерден тағы да жібімді шығарамын. Тартамыз. Тағы да накид аламын. И дәл осы жерден үшінші рет столбикті шығарамыз. Міне. Бізде 7 жіп бар, я, петля бар. Осының алтауынан бір шығарамын қазір. Міне қарасаңыздар, кесілгеннің барлығы ішінде қалып қойды. Міне, осының алтауынан бір шығарамын. И мына екеуінен бір шығарамын. Біздің бірінші узорымыз дайын болды. Бұлай қолмен реттеп әдемілік жасап қоюға болады. Жалғастырамыз. Енді келесі арка мынау бізде мына жерде, міне. Осы жерден бір столбик без накида тоқимыз. Әрі қарай узорымызды жалғастырамыз. Міне, мынау зефирканың астында бізде бір арка қалды. Осы аркадан тоқимыз енді. Дәл жаңағыдай жіпті дұрыстап ұстап аламыз. Міне, накид аламыз. И мына аркадан өткіземіз. Мына жіп егер сіздерге кедергі келтірсе, кесіп тастауға болады. Міне, накид аламыз. Аркадан өткіземіз. И мына жіпті алып шығамыз. Бірінші кетті. Накид аламыз. Дәл сол жерден екінші рет накид аламыз. Дәл сол жерден үшінші рет алып шығамыз. Жіпті реттеп отырамыз. Айналып кетсе, дұрыстап қайтадан ұстап аламыз. Міне, крючогымызда 6 петля. Мына жағын қараймыз, барлығы міне. Кесілген жағы ішіне қарап тұр. Міне, алтауынан бір өткіземіз. И мына екеуінен бір өткіземіз. Біздің екінші зефиркамыз дайын. Бұлай крючоктың көмегімен аларға форма беруге болады. Үшінші узорды тоқимыз. Дәл жаңағыдай мына келесі аркадан бір столбик без накида тоқимыз. Жібімізді дұрыстап ұстап, енді мына зефирканың астындағы аркадан тоқимыз. Накид аламыз. Жібімізді шығарамыз. Бірінші накид аламыз. Жібімізді шығарамыз. Екінші накид аламыз. Дәл осы жерден үшінші рет шығарамыз. Крючогымызда 7 петля. Енді осының алтауынан бір шығарамыз. И екеуінен тағы бір шығарамыз. Біздің үшінші узорымыз дайын. Мыналарды жаңағыдай крючоктың көмегімен формасын келтіруге болады. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Бізде жалпы 8 зефирка шығу керек. Бізде соңғы зефирка қалды тоқылмаған. Ол үшін бізде мына жақта арка жоқ, бітті. Мына бірінші қатардағы соңғы петлядан столбик без накида тоқимыз. Енді жібімізді дұрыстап ұстап аламыз. И мына бізде соңғы арка. Осыдан тоқимыз. Мына уголокты бұлай
ұстап мына бұрыш ішке кіріп кетпеу керек. Былай тартып отырып тоқыңыздар. Бірінші кетті, екіншіміз кетті. И накид аламыз. Үшінші столбиктің мына бұрышты былай тартып отырып тоқимыз. Міне. Крючогымызда 7 петля. Осының алтауынан бір өткіземіз. И мына екеуінен бір өткіземіз. Осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бізде пышный столбиктар болды, зефиркалар. Келесі екінші қатарға өту үшін 2 воздушный петля аламыз. Әр қатар біткен соң келесі қатарға өту үшін осылай 2 воздушный петля аламыз. Міне, екінші қатарды бастаймыз. Мынау 2 пышный столбиктің арасындағы мына столбиктан столбик без накида тоқимыз. Жібімізді ұстап, накид аламыз. Енді мына петлядан алып тоқитын боламыз. Бірінші, екінші и үшінші. Мына біздің жібіміздің кесілгенінің барлығы ішке қарап тұр. Мына бір тексеріп алып, әрі қарай жалғастырып тоқимыз. Алтаудан бір өткіземіз и екеуден бір өткіземіз. Енді мынау екінші мен үшінші узордың арасындағы петлядан алып тоқимыз. Бір столбик без накида. Екінші узорды тоқу үшін, міне, мынау жаңа 1 мен 2-ның арасында біз столбик без накида тоқыдық. Дәл осы жерден алып тоқимыз. Міне, накид аламыз. 1 мен 2-ның арасынан алып тоқимыз. Бірінші, екінші длинный петля и дәл осы жерден үшінші длинный петля. Міне, тексереміз и ары қарай тоқимыз. Алтаудан бір өткіземіз и екеуден тағы бір өткіземіз. Екінші узорымыз дайын. Міне, енді үшінші мен төртіншінің арасындағы петлядан тоқимыз. Столбик без накида. Міне, енді келесі зефирканы 2 мен 3-тің арасындағы мына жерден тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Екінші қатарымызды аяқтап қалдық. Соңғы узорды тоқу үшін міне өткен қатарда 2 воздушный петля алып едіге. Соның екіншісінен алып столбик без накида тоқимыз. И соңғы узорымызды тоқимыз. Ол соңғы мен соңғыдан алдыңғы екеуінің арасындағы арка сияқты жерден алып тоқимыз. Тексеріп аламыз. Міне, барлық жағы дұрыс па? Енді 6-дан бір рет шығарамыз. И мына екеуден бір рет шығарамыз. Келесі қатарға өту үшін 2 воздушный петля. Дәл осы екінші қатарды тоқығандай әрі қарай жалғастырамыз. Бізде жалпы 6 қатар болу керек. Мінекей 6 қатар тоқып алдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Екі беті бірдей болып шығады. Өлшейтін болсақ, ені 17 сантиметр, биіктігі 16 сантиметр. Әрі қарай жалғастырамыз. 1 воздушный петля и айналдырамыз. Енді әр қайсы косичканың екі қабырғасынан да аламыз. Әр қайсынан тоқып біз
17 столбик без накида тоқып аламыз. Қатардың соңына дейін. Он жеті столбик без накида тоқып алдық. Бір воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. Екінші қатарды да дәл солай 17 столбик без накида тоқып аламыз қатардың соңына дейін. Міне, екі қабырғасынан да аламыз. Өткен қатардағы столбиктардың қатардың соңына дейін 17 столбик без накида тоқып аламыз. Міне, екі қатар тоқып алдық. Әр қатар біткен соң келесі қатарға көтерілу үшін бір воздушный петля жасаймыз. Дәл осылай өзімізге керек ұзындықты тоқып аламыз. Бізде жалпы 34 қатар дәл осылай тоқып аламыз. 17 столбиктан общий 34 қатар тоқимыз. Бізде екі қатарымыз бар. Әрі қарай бізде 32 қатар қалды. Міне 34 қатар тоқып алдық. Бұлай полоскамен санайтын болсақ, бізде 17 полоска бар. Каждайында екі қатардан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Бізде мына жерде 34 қатар. Енді сумкамыздың мына шетін айналдырып тоқып аламыз. Бір воздушный петля. Кейін бұрыштағы петляға кіргізіп, столбик без накида тоқимыз. Міне, одан кейін мына жерден тоқимыз. Осылай. Мына жерге дейін бізде 34 столбик без накида шығу керек. Отыз төрт столбик без накида тоқып алдық. Міне, енді мына сумкамыздың клапанына көшеміз. Мына жерде байқасаңыздар, мынау биік жер и сәл мынау ойық жер бар, иә? Осы биік жерлерден бір столбик без накида тоқимыз. Мынау ойық жерден 3 столбик без накида тоқимыз. Бір жерден сәл созып тоқимыз, өйткені мына жер ойық. Столбиктардың бойы біз тоқып жатқан қатарға жету керек. Бірінші столбик, екінші столбик, дәл осы жерден үшінші столбик без накида. Бізде биік жерінен бір столбик без накида тоқимыз. Тағыдан андай ойық жер, бұл жерден 3 столбик тоқимыз без накида. Кішкене биік-биік етіп тоқимыз. Бір жерден, міне, екінші, осы жерден, міне, үшінші. Міне, енді биік жерге келдік. Бір столбик без накида. Мына ойық жерден 3 столбик тоқимыз. 1, 2, үшінші. Енді мына бұрыштағы петлядан 3 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3. Осылай біз поворот жасап аламыз мына жаққа өту үшін. Енді мына жанынан косичканың екі қабырғасынан да алып, столбик без накида тоқимыз. 15 столбик без накида.
15 столбик тоқыдық. Енді соңғы петлядан 3 столбик біз накида тоқимыз. Переход жасау керекпіз. 1 міне. Енді мына жерде ойық жерден 1 столбик тоқимыз. Без накида. Мына биік жерден 1 столбик без накида. Мына ойық жерден 3 столбик. Жаңағыдай биік столбик без накида тоқимыз. Мына жерден 1 столбик без накида. Келесінен мына жерден 3 столбик биік столбик тоқимыз без накида. Мына биік жерден 1 столбик тоқимыз. Мына жерден 2 столбик без накида тоқимыз. Енді мына жерден 34 столбик без накида тоқимыз. Дәл мына қатардағыдай. Мінекей 34 столбик без накида тоқып алдық. Енді бір воздушный петля. Мына жердегі столбиктарымызды, петляларымыз соединительный петля жасап аламыз. Артқы қабырғасынан алып соединительный петля жасаймыз. Мінекей соединительный петля жасап алдық. Общий 18 соединительный жасадық. Енді өлшеп көрейік. Ұзындығы бізде 49 жарым, 50-ге жетпейді. Ені 18-19 сантиметр. Енді жіпті біз кеспейміз. Бұл детальді шетке алып қоя тұрамыз. Біздің мотогымыздың екінші ұшын шығарып аламыз. Осымен тоқимыз қазір. Сумкамыздың жандарын тоқуға кірсеміз, кішкене ғана кончик қалдырып, узелок жасаймыз. Әрі қарай 7 воздушный петля тереміз. Енді мынау артындағы полупетлялардан тоқимыз. Крючоктан кейінгі екіншісінен бастап тоқимыз. Столбик без накида. Бізде 6 столбик шықты. Бір воздушный петля келесі қатарға көтерілу үшін. Мына кончикті екінші қатарға алып шығамыз. Қазір бірге тоқып кетеміз. Екі қабырғасынан да өткізіп, столбик без накида тоқимыз. Қатардың соңына дейін 6 столбик тоқимыз.
бір воздушный петля. Дәл осылай 14 қатар тоқып аламыз. Мінекей 14 қатар тоқып алдық. Парымен санайтын болсақ, мына жерде 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жерде бір полоскада 2 қатардан. Енді жібімізді кесіп, кончигін жасырамыз. Дәл осындайдан бізге тағы бір деталь керек. Қазір размерін өлшеп көреміз. Биіктігі 15 сантиметр, ені 6 сантиметр. Әрі қарай сумкамызды основной бөлігімен жанын қосып тоқып аламыз. Бір воздушный петля. Енді мына бөлікті қосып шығамыз. Бізде общий 34 соединительный петлямен қосып шығамыз. Міне, мынау артқы қабырғасынан аламыз. И мынау жанындағы бірінші петлядан алып соединительный петля жасаймыз. Келесі, әр қатардан осылай петляларынан алып отырып соединительный петля жасаймыз. Бізде жаңа 14 қатар шықты ғой. Мына жерден 14 соединительный жасаймыз. Санап маркер қойып алсаңыздар болады. Одан кейін мына жерде 6 басында бізде 6 столбик болды, я? Одан кейін 6 кетеді. Одан кейін әрі қарай мына жағынан тағы да 14 соединительный петля болу керек. Жалпы айтқанда, міне, бұлай қосып аламыз ғой. 14 мына жағынан 6, әрі қарай 14 мына жерге дейін. Мінекей бір жанын қосып алдық. Мына жанынан 14 соединительный петля кетті. Астынан 6, и былай қарай 14. Енді
мына клапан жақты толықтай соединительный петлямен тоқып аламыз. Жалғастырып кете береміз. Артқы қабырғасынан алып тоқимыз. Міне. Дәл осылай бір айналып келеміз. Міне, мына жерге дейін тоқимыз. Мінеке айтылған жерге дейін соединительный петлямен тоқып алдық. Енді дәл мына жерден, егер қай жер деп түсінбей жатсаңыздар, 34 петляны санап алсаңыздар болады мына ұшына дейін. Енді мына екінші детальда қосып тоқитын боламыз. Міне, қарап аламыз. Мына өрілген жағы, қарасаңыздар, сыртқа қарап тұр, Былай қарасаңыздар, сәл ішке қарап тұр. Мына жақта бізде сыртқа қарап тұр, мына өрілген жағымыз. Дәл осылай қойып бірдей қылып аламыз. Міне, мынау бізде сырт жағына қарау керек сумкамыздың. Қойып, бірінші жағын қалай қостық, дәл солайынан қосып тоқып аламыз. Дәл жаңа айтқанымдай, егер қателесем десеңіздер, 14, 6, 14 петлядан санап алсаңыздар болады. Сол кезде қайтадан ағытып, дұрыс шықпай қалған жағдайда деген бұл, ағытып басынан тоқып отырмайсыздар. Дәл бірінші жағын қосқандай, бұл жағында қосып тоқып аламыз. Міне, мына жағынан 14 столбик тоқып алдық. Енді мына жерде бізде ашық жер қалды. Осы жерді жабу үшін мына қатардағы бірінші петлямен жанындағы мынау екі қабырғасынан да аламыз. Осы жерден бір соединительный петля жасаймыз. Сол кезде мына жеріміз біздің толық жабылады. Енді жібімізді кесіп, кончикті жасырамыз. Сумкамыз почти дайын. Енді біз портфельный замокты орнатып алсақ болды.
Мінекей сумкамызды толық аяқтап алдық. Осындай бау қойдық. Жаны осындай болып шықты. Ішіне астар тігіп толықтырсаңыздар болады, немесе осылай да қалдырған нормально. Оны неше түрлі түстен тоқып, әртүрлі образбен тағуға өте әдемі келеді. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Егер мастер-класс ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да әдемі видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.